Хишам ибн Урва айтат, бұл атасынан руаят қылған немен айтат, Дауд пайғамбардың китебінде жазылған дейді екен. Фихиками Дауд дейді. Дауд пайғамбардың дағы данышман сөздерін жазып кеткені бар екен, ошол жерде жазылған екен. Алла Тағала айтқан екен: "Я Дауд, о Дауд, ияка ва шиддатил гадаб, сен ачууланбагын. Чыныгы катуу ачуулануу мафсадатин лил фуади, жүрөктү бузат" дептир. Жүрөк бузылса, ой бузулат, ой бузылса, анан ниет башка жаман иштердин бардыгы болуп кетет экен. Ошондон биз ушул жерде пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын ушул айткан насааттарын жакшы угуп билип алалы. Азыр мына бизге муфтиятта көптөгөн маселелер, үй бүлө маселелер келип атат. Ачуудан болуп калды деген эле адам да. А бирок ачуулануунун дагы өзүнүн даражалары болот. Анан фатва бергенде, чечим чыгарганда ошол даражаларга карап туруп, андан кийин фатва берилет.